Және спорт жаңалықтары Петропавлдың жастар стадионында футболдан облыстық Былғары доп біріншілігі басталды. Оған 1998-99 жылғы балалар және жасөспірімдер қатысуда. Турнирдің басты мақсаты мықты дарынды ойыншыларды іріктеп, облыс командасының құрамасына қосу. Жалпы футболдан Былғары доп турнирі жылда өткізіліп тұрады. Дәстүрлі додада барлығы 4 команда бақтарын сынауда. Олар Айыртау, Аққайын, Уәлиханов аудандарының және Петропавл қаласының командалары. Осы чемпионатқа қатысқандар біздің Айыртау, Уәлихан аудандарының, біздің Петропавл қаласы, Аққайын аудандар. Осы чемпионатқа қатысқандар бізден осындай іріктеу кезеңінен өтіп, осындай мықты балаларды таңдау, сол мықты балаларды Солтүстік Қазақстан облысының құрама командасына енгізу. Осындай бізде білесіңіздер, осы біздің Солтүстік Қазақстанда әкімнің бұйрығымен бәрі ауылдарда, аудандарда футболдың алаңдары салынып жатыр. Сол футбол алаңдары салынуда осы себеп болады. Біздің Солтүстік Қазақстанда футбол өте дамып келеді. Жасыл алаңда Уәлиханов және Аққайын аудандарының командалары. Ойын алма-кезек шабуылдармен басталды. Екі жақты жеңімпаз атану үшін барын салды. Бұл жолғы кездесу Уәлихановтардың пайдасына шешілді. Мен футболмен 6 жасынан айналысып келе жатырмын. Біз Уәлихан ауданынан келіп отырмыз. Осы бүгінгі жарысқа жаңа Айыртау ауданымен ойнап 1-0 есебімен жеңдік. Біз осы сайысқа алдыңғы жылғы чемпиондық атағымызды қорғауға келдік. Айыртау ауданымен ойын жақсы өтті. Балалар өте мықты. Екінші ойында Аққайын және Қызылжар командаларының ойыншылары өздерінің бақтарын сынады. Сайыс 13 маусымға дейін жалғаспақ. Тоғжан Ақмағамбетова, Анатолий Беланок, ақпарат.